Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін арнамда қызыл балық, яғни семга қосып өте дәмді әрі оңай паста дайындаймыз. Жарты сағатта дайын болатын пастаның рецептісі қызық болса, видеоны соңына дейін көріңіз. Пісіру үшін бізге семга немесе лосось балығы қажет болады, және де фетучини, майлы кілегей, сарымсақ, қара бұрыш пен ірімшік қосылады. Енді сарымсақты майда етіп турап немесе езіп аламыз, және де балықты ортасынан бөліп, оның сыртқы терісінен және де кейбір қылдықтарынан жақсылап тазалап аламыз. Балықты видеода көрсетілгендей ірі 4 бұрыш көлемінде тураймыз. Егер де видео ұнаса, лайк басып, арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Енді қайнап тұрған суға фетучиниді салып, пісіріп аламыз. Егер сізде фетучини болмаса, басқа да паста түрімен алмастыруға болады. Осылай вилкамен араластырып, дәміне қарай жарты шай қасық тұз себеміз де, шамамен 5 немесе 6 минут орташа отта фетучиниді пісіріп аламыз. Осылай піскеннен кейін суын төгіп тастаймыз, және де өзара жабысып қалмас үшін зәйтүн немесе пісте майын құямыз да жақсылап араластырамыз. Пісіру үшін табаға зәйтүн майын немесе пісте майды құйып қыздырамыз. Қызғаннан кейін алдымен сарымсақты салып, орташа отта кішкене қуырып аламыз. 2 немесе 3 минуттан кейін сарымсақты алып, оның үстіне балықтарымызды орташа отта қызарғанша жақсылап қуырып аламыз. Енді оған қара бұрыш себеміз. Негізі бұл балыққа тұз қосудың қажеті жоқ, себебі семганың еті тұзды болып келеді. Дәміне қарай черри қызанақтарын да қостым, бірақ сізде болмаса, қоспасаңыздар да болады. Барлығын жақсылап араластырып аламыз да, кейін оған кілегей қосамыз. Оның майлылығы кемінде 23% болу керек. Менде бұл кілегей 33%. Қосар алдында оны жақсылап шайқап аламыз да, отты төмендетеміз. Кілегейді қосып болған соң жаймен отты көбейте бастаймыз. Егер де оның майлылығы 23%-дан төмен болса, ол кейін іріп кетуі мүмкін. Сондықтан майлылығы жоғары болғаны дұрыс. Енді кілегейді орташа отта пісіріп, оның қою болғанын күтеміз. Міне қоюланды, енді жақсылап араластырамыз. Және де дәміне қарай қара бұрыш пен орегано сеуіп шығамыз. Орегано болмаса, базилик пен алмастырсаңыздар да болады. Осы сәтте пармезан ірімшігін үкіштен өткізіп араластырамыз. Егер сізде пармезан болмаса, кез келген еритін басқа ірімшікпен алмастыруға да болады. Қандай ірімшік екенін астында описанияда жазып қойдым. Жақсылап араластырамыз. Осымен соус дайын. Енді піскен фетучиниді салып, барлық осы шыққан массаны жақсылап араластырамыз. Осымен паста дайын, өте дәмді, әрі нәзік болып шығады. Дастарханға қояр алдын ірімшікпен және икрамен әсемдеп ұсындым. Видеоны лайк басып, каналға тіркеліңіз. Барлығыңызға ас болсын.